Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ауызашарға өте дәмді тағам және де оңай самсаның жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ең алдымен өзіміздің үйдегі адамдарымызға қарай 3-4 картопты, 4-5 картопты және де бір сәбіз, бір үлкендеу пияздың сыртын ашып, қабығынан ажыратып аламыз. Ең алдымен барлық көкөністерімізді осылай тазалап алуымыз қажет болады. Сосын оның сыртын жуып, болған соң оны турамай тұрып, қазанды отқа қоя береміз және де майын құйып қыздырамыз. Бір ас шай ішетін кесемен құйсаңыздар болады майды. Ол қызғанша ең алдымен пиязымызды осылай кубик қылып тураймыз. Видеода көрсетілгендей етіп, барлығын бір пиязды түгелдей турап аламыз. Және де қазанымызға салып, енді ол қуырылғанша картоп пен сәбізімізді турап алуымыз қажет болады. Ал енді біз картопты және де сәбізді турап аламыз. Кубик тәрізді етіп тураймыз. Әдемі көріну үшін, жаңа көргендеріңіздей біз қамырдың үстіне саламыз. Бұл подливті, сондықтан да әдемі көрінуі үшін кубиктап турап аламыз. Пияз қуырылғанша тезірек турап, кубиктап, содан кейін қазанымыздың үстіне екеуін бірге араластырып сала береміз. Пиязы кішкене қызарған, енді салып бір 10-15 минуттай маймен, картоп пен сәбіз маймен қуырылуы қажет. Бірден томат салып су құйып тастасақ та дәмі онша емес болып қалуы мүмкін, сондықтан кішкене маймен қуырылуы қажет. Енді томат салсаңыздар да болады, немесе осындай қысқа арнап жабылған салаттан да салуға болады. Мен осыдан салдым. Және де енді үстіне әмбебап дәмдеуішті саламыз. Және де татымына қарай тұзымызды салып, үстінен суды құйып алуымыз керек болады. Суды құйып, сосын бір қайнағанша астын қатты қылып қойып, қайнаған соң астын азайтып, қайнатып қоямыз, бұқтырып. Сонымен біздің тамақ дайын болады. Жарты сағат 40 минутта негізі бұл подлива дайын болады. Енді біз котлеттерімізді дайындаймыз. Ол үшін нанға сүтті құйып жібітіп аламыз. Батон нанды қолдансаңыздар да болады, бөлке нанды қолдансаңыздар да болады. Солар котлетке негізі жақсы болады. Менде үйде осындай нан болған соң кішкене сүт құйып жібітіп қойдым. Сосын пиязымызды, орташа үлкендеу пиязды алып, оны өте кішкентай етіп турап алуымыз керек. Немесе блендерден өткізсеңіздер де болады. Сосын фаршымызға пиязымызды саламыз. Барлығын салып, үстінен жаңағы жібітілген нанымызды саламыз. Бір жұмыртқаны қосып, және де қара бұрыш және де тұзды салып, үстінен барлығын қолымызбен жақсылап мыжып аламыз. Татымына қарай барлығын өздеріңіз көз мөлшерімен сала берсеңіздер болады. Менде 250-300 граммдай фарш болатын. Содан 15 шақты котлеттер шықты. Енді оны өзіміз қалағандай, немесе осы видеодағыдай етіп, формаға келтіріп, духовкада пісіріп аламыз. Осылай қолымызбен жақсылап нығыздап аламыз да. Үстінен ұнтақталған панировочный сухарий деп айтамыз, сонымен аунатып алып, табамызға, яғни противенге барлығын фольганы төсеп, болмаса төсемей-ақ духовкада пісіріп алсаңыздар болады. Осы рецепт бойынша котлетті мен үнемі дайындаймын. Өте дәмді болады. Және де шашлықтың дәмі сияқты болып, күшті болып шығады. Сондықтан да барлығына ұнаған үшін осы рецептпен жасаймын. Барлығын видеодағыдай істеп аламыз. Барлығын болған соң духовкамыздың пісіруіне қарай 35-40-45 минутта пісіріп аламыз. Сосын қамырымыз дайындауға кірісеміз. Салқын суға бір жұмыртқаны шағып, үстіне 1,5 қасық тұзымызды салып, барлығын вилканың көмегімен араластырып, үстіне ұнымызды салып аламыз да қамыр етін боламыз. Қаттылау орташа болу керек, жұмсақ емес, қамыр болған жақсы. Описаниеге массасын қалдырып кетемін, сол бойынша істесеңіздер болады.
жақсылап иі қанғанша қамырымызды илеп аламыз да тындыруға қоямыз. Ол тынғанша біз самсамыздың салмасын дайындаймыз. Бұл қамыр самсаға және де бешбармақ сияқты жаңағындай кеспемізге арналған қамыр болатын. Енді самсамызды өздеріңіз қалаған начинканы салсаңыздар болады. Мен кішкене қайнатылған картопты және де осындай көкпиязды қосып салдым. Егерде шпинат болатын болса қоссаңыздар да болады. Кропты да дәм беру үшін кішкене алып турап оны да араластырып жібердім. Начинкамыз турап болған соң үстіне тұзымызды салып жақсылап араластырып қоямыз. Одан кейін бұл аралықта біз қамыр иледік және осы начинканы дайындадық. Ол аралықта біздің котлетіміз де дайын болды. 40 минуттың ішінде пісіп шықты. Өте дәмді сочник котлеттер болды. Енді біз жаңа қамырды екіге бөліп аламыз да самсаны жасауға кірісеміз. Жайып екіге бөліп жайып аламыз және 4 бұрыштап кесіп аламыз. Мен уақыт алмау үшін жайған видеоны салған жоқпын. Осылай тесе жайып 4 бұрыштап етіп көрсетілгендей видеода. Сосын ішіне начинкамызды салып түйіп және де бұны да сол духовкада пісіріп аламыз. Бұл самсаны да жасап көрсеңіздер болады. Егер пияз ұнайтын болса, өте дәмді самса болады, әрі тез дайын болатын самсаның түрі. Біздің баяғыда ауылда осындай көп дайындайтын шпинатты қосып жасап жататын. Осылай барлығын істеп аламыз да. Видеода көрсетілгендей өте дәмді болып шығады. Конвертик сияқты орап шығасыздар. Дайын болған самсаларды духовкаға жібереміз. Енді біз суымызды қойып, қамырды салатын, яғни бетін жауып қайнатып қоямыз. Ол қайнағанша біз қамырымызды жайып кесіп алуымыз керек. Қамырымызды жайдым және де өздеріңізге ыңғайлы етіп, жаңағындай 4 бұрышты етіп, яғни бешбармаққа салатын сияқты қылып салсаңыздар да болады. Немесе осылай салуға да болады. Мен осылай ұзындау етіп кесіп алдым кішкене. Одан да жіңішке қылуға да болады. Біздің үйде балалар болғандықтан осылай жеуге ыңғайлы болу үшін салып алдым. Қамыр жайып кесіп боламын дегенше бізде суда қайнады. Енді 2 ас қасықпен сұйық майды құямыз және де жарты қылып құйған суға тұзды ащылау қылып салып аламын. Себебі қамыр қатты езіліп кетпейді, әдемі болып піседі. Сосын барлық қамырымызды салып осылай араластырып тұрамыз, бір-біріне жабысып қалмау үшін салып аламыз. Бізде уже уақыт болып қалды, сондықтан да тездетіп салып бетін жауып 10 минут қайнаттым да тарелкамызге салып алдым. Осылай қасықпен сосын бетіне подливасын салып, бағана дайындаған котлеттерімізді салып ұсындым. Өте күшті болыпты, тойымда тағам болыпты деп комплименттер естідім. Сіздер де ауызашарға жасап көріңіздер. Өте дәмді тағам болады. Егер видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген керемет рецепт күтіңіздер.